Ұлытау жобасы. Армысыз құрметті көрермен, бұл Open Ұлытау жобасы Ұлытаудың төрінде киелі мекеннің дәл ортасында ашық әңгіме құруды мақсат ететін еркін сұхбат алаңы. Бүгінгі қонағымыз мемлекет және қоғам қайраткері Мұхамбет Көпеев. Мұхамбет Жұманазарұлы, қош келдіңіз. Сонау 1995 жылдың соңында мәжіліс депутаты болып алғаш сайланғаныңызда, бірінші шығарылымдағы сессияда заң жобаларын талқылау кезінде 189 рет сөйлеп, 21 рет үкіметке, бас прокуратураға, ұлттық банк пен басқа да мемлекеттік органдарға депутаттық сауал жолдапсыз. Соның ішінде туған өлкенің өркендеу жолында бар күш-жігеріңізді салғаныңызды білеміз. Атап айтсам, Ұлытау ауданының аумағында мұнай өндіріп жатқан Құмкөл мұнай комбинатының салығы осы Қызылорда облысының бюджетінен аударылып жатқан жерінен Ұлытау ауданының бюджетіне аудартуға септігіңізді тигізген өзіңіз. Ол ендік әрине миллиондаған қаражат, сол кездің өзінде өте көп сома. Қалай дәлелдедіңіз? Жалпы қай құжат шешуші рөл атқарды? Рахмет, Мөлдір. Біріншіден мынау жобаларыңызға сәттілік тілеймін. Менің өлкемдік тарихын, оның даму өркендеу уақытын ширек ғасырдан кейін қайтадан құрылған Ұлытауды айшықтау, осы керемет жоба, сәттілік тілеймін осы жоба. Рахмет. Әрине, ол уақытта бір ауыр кезең болады. Кеңестер одағы тараған, содан көп елді мекендердегі ең басты кәсіпорындар тұралап қалған уақыт болатын тұғын. Оның сыртында Ұлытау ауданында енді ол мал шаруашылығы, егін шаруашылығы ғана. Ұлытау мен Жезіні қосқанда да ештеме шықпай, жұрт деген жалақысын ала алмай, зейнетақысын ала алмай, жәрдемақысын ала алмай, ел деген не болса малдарына айырбастап, балалардың аяқ киіміне дейін сондай болған жағдай, сондай жағдай еді, ауыр жағдай. Соны қалай өңдеу керек деген сұрақ қойылды өзіме. Мен сол жақтан сайлаушылардың мойныма жүк артты, сенді, не істеуім керек деп. Содан есімде, баяғыда бала кезімде, енді біз шахтердің баласымыз ғой, Жезқазғанда өскен. Сол Құмкөл деген мұнайдың көзі бар деген, ол сол 80-ші жылдардың ортасында қайтадан өркендей бастап, 88 жылы өндіріс шыға бастаған уақытта, ол Қызылорда облысына берілгенін, және ол жердің сол кейін көзі Жезді ауданының, яғни Ұлытау ауданының аймағында жатқан дүние екені есіме түсті. Содан заңдық негіз қалай іздеп табам деп жүргенімде бір уақытта қолыма салық және міндетті төлемдер деген заң қолыма түсті. Қарап отырсам, қандай да болсын кәсіпорынның өндірген өнімден шыққан салықтың екі салығы сол қай жерде орналасқан сол жерге төленеді деген норма бар екен. Тетік бар екен. Екі. Ол мүлік салығы және жер салығы. Соны қажы келдім премьер депутаттық сауал жасадым. Осындай Ұлытау ауданының жерінде Құмкөл мұнай шығарып жатыр. Бүкіл салық кірістің бәрі Қызылорда облысында. Мен Қызылорда мен Ұлытауды бір-біріне қарсы қою мақсат емес. Маған заңдық түрде осы дүниені қай салық қайда бару керек. Соны екі салық Жезқазған мен Ұлытау ауданына бару керек. Соған қаулы шығармыз деп. Созды. Содан бір кездескенде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев президент сол кісіге айтты. Бізде осындай дұрыс шаруа шешілмей жатқан бар. Екі салықты Ұлытауға беру керек. Ұлытауды ұлы даланың кіндігі деп айтамыз. Ұлытау ұлт ұясы деп айтамыз. Жеме-жемге келгенде осындай жағдай болып тұр деген. Сосын ол кісі жақсы қарайын, үкіметке тапсырма берейін деп, сөйтіп біз заңдық негізде осы екі салықты Ұлытау ауданына беріп, 25 миллион, олықта 25 миллион деген Ұлытау ауданының бюджетінің 2,5 есе көп болды. Тек қана екі салықпенен сөйтіп біз сол Ұлытаудың ауданның жұртшылығының қажеттілігіне осы кірісті, осы салықты жараттық. Мен енді өзімнің ол балалықта парызым бар,
президенттік парызым бар ол жердің жұртшылығына. Оның сыртында кеше ғана сайлауда маған сеніп депутаттық мандатқа ие болуыма дауыс берген азаматтарға ең болмаса сол кішкентай болса да үлесімді қосып тұрақтылықты орнатуға өзім көмектескеніме ол менің парызым деп есептеймін. Осы жезқазғанға апаратын темір жол тұйық мекенінен транзиттік қатынас жолына айналғанда енді өзіңіздің арқаңызда шығар. Жезқазғаннан Сексеуілге апаратын темір жол салынғаннан кейін өңір экономикасында ең алдымен не өзгерді? Мөлдіріңіз, не болса да біз егін ексек те, темір шығарсақ та, мыс өндірсек те, оның бәрі адам үшін. Қызылорда мен Жезқазғанның бұл 1975 жылғы анау КПСС-тің 25 съезінде 81-86 жылдары Қызылорда мен Жезқазғанның ортасында 420 шақырымға темір жол салыну керек деген жоспар болған. Мен сол жоспарды пайдаланып президентке Назарбаев мырзаға бір 15 шақты рет барып әртүрлі варианттарды ұсындым. Тіпті Европадан кейбір инвестиция алып келіп консенсусқа алуды ұсындым. Олар 25 жыл жұмыс істеді, пайдасын тауып, содан кейін ол темір жолды алып кетпейді, қалатын еді. Оған да көнбей бізде ақша жоқ дедім. Бірақ мен бар арманым баяғы Қаныш Имантаев Сәтпаев сол Жосалыға дейін, Сақсалы ғой енді, Жосалыға дейін темір жолды, ал рельстерді аударып салып, баяғыда менің көмірін, Байғоңырдың көмірін сол жердегі Қарсақбайдың мысын анау темір жолға жеткізген. Сол есіме түсіп, содан кейін ойладым, так, бұны қалай болған күнде де шешетін мәселе бұлай деп ел басына талай рет Назарбаев мырзаға талай рет айттым. Ол маған тіпті осы сен қашан қоясың деген әңгімелерге дейін барды. Қашан қоясың осы сенен басқа шаруа, осы темір жолдан басқа шаруа жоқ деді. Мен айттым, мен қоймайын, кеткен осы жол салынбай мен қоймайын деп сол жолдың енді 96 жылдан 14 жылға дейін есептеңіз қанша жыл, 18 жылдан сол 15 жыл мен сонымен алыстым. Бірақ мен білдім, ол жол қалай болған күнде салынады деп. Енді қазір мысал үшін Қытайдан келетін, Ақтаудың портына келетін товарлар бұрын 40 күн жүретін товар 12 күн жүретін болды сол жолдың арқасында. Қандай товар болса да адамдардың, ана Қызылорданың адамдардың бері жақта Жезқазғанға келуі, бұлардың ар жаққа баруы, қазақша айтқанда бірмен бір байланыс, өзі қазақ деген қарға тамырлы елміз ғой, құдалы, жекжат деген толы. Соның бәріне адам үшін, бұл жол адам үшін болды. Тағы бір мәселе, мен осыдан бір 3-4 жыл бұрын Бұланты шайқасына байланысты сол жерде үлкен құлпытастар қойылып жатыр қазір. Сол жерге барғанда айдалада сол жолды темір, жаңағы жалғыз темір, екі рельсті көріп, мен сол рельсті құшақтап сүйгенімді көрсе, мен қасымда кісілер болды. Не болды? Мен мынау менің өмірімнің 15 жылдық сондағы шыққан өнім мынау. Мен өзімнің халқының алдында, елінің алдында, өзінің ұлттық перзенттік парызымды орындадым деген мінекей мен осыны сол жолды салуға аз да болса да өзімнің үлесімді қосқаныма мен әрине риза боламын. Сондықтан да ең бастысы адамдардың қатынасы, тауар қатынасы, өнімдердің, мысалы үшін бұрын Шұбаркөлдің көмірін мынау оңтүстік арқылы айналып, ширек айналып баратын Қызылордаға. Қазірдікке 700 шақырымда көмір барып жатыр, Шұбаркөлдің көмірі. Ар жақтан келетін тауарлар берегі Жезқазған Қарағандыға тіке келеді. Енді одан артық қандай қуаныш керек? Мен үшін ол, мен үшін ғана емес, елім үшін, бүкіл Қазақстан үшін өте пайдалы дүние. Есептеңіз, 1100 шақырымға кемеді деп есептеуге болады тауардың жүретін жолы. 1100 шақырым болды. Тамаша емес пе? Тамаша. Алғаш үкімет сағатының бірінде тәуелсіз еліміз салт дәстүрімізді сақтай отырып, фамилиямыздағы ов, ова қосымшаларын алып тастайтын кез келді емес пе деп сауал жолдаған едіңіз. Көп ұзамай президенттің жарлығы шықты. Ұлттық дәстүрді ескере отырып, ов, ова, ев, ева, имена жұрнақтарын алып тастауға құқылы деген қаулы шықты. Жарлық шыға сала
ев қосымшасынан бас тартқан алғашқы азаматтардың бірі де өзіңіз. Бұл бастаманы қолдағандар да болды. Өзім де Доспаева едім, қазір Доспай болып шығып жүрмін эфирге. Бұл жарлықтың шыққанына міне 30 жылға жуықтап таға. Овадан арылғанымыз ұлттық талғамымыз бен тілдік дербестігімізге қалай әсер етті деп ойлайсыз? Өте дұрыс. Шындығында ақпанда мен болақта ішкі істер министрі Сүлеймен Қайырбек Шошанұлы соған осындай сұрақ қойдым. Сәуірдің басында жарлық шықты. Енді өзім бастамашы болғаннан кейін өзім өзгертуге тура келді ғой. Бірінші болып өзгерттім. Бұның ар жағында енді мынадай қызық әңгіме бар, өздеріңіз білесіздер қалай болған. Көпейіп кеткен ба өзіңізді? Мен көпейіп болдым. Содан барған жерде енді парламенттің депутаты сол енді шақырады, тойға шақырады, асқа шақырады, сөз берген уақытта көпейаға деп қоймайды, қайта мен бұл көпей деген әкемнің әкесінің аты, менің атым Мұхамбет деп қойыңыз. Ұмытпасаңдаршы, Мұхамбет пайғамбарды білесіңдер ғой, Мұхамбет деп айтыңдар. Қоймайды, қайта қоймағаннан кейін мен ойладым енді мына болмайтын шығар деп. Мына 99 жылдың басында да екінші шақырылған мәжілістің құрамында болдыңыз. Мәжілістің сондағы құрамында халықтың танымал тұлғалары болды. Өңшең елім, жерім деген біртуар азаматтар жиналған құрам болды. Шыны керек, депутаттық қызметтен кейін әріптестік қарым-қатынас достыққа айналды ма? Ол шақырым бір керемет шақырым болды. Ұлттың нағыз қаймақтары жиналды. Шерхан Мұртаза, Фариза Оңғарсынова, Қаратай Тұрыс, Серік болсын Әбділдин, Амангелді Айталы, Зәуре Қадырова. Айта берсем, ол жерде кілең кәдімгі енді қазақтың керемет беткештер азаматтары болды. Біз сол азаматтарды дастарханымызға шақырып, оларға дәм беріп, сөйтіп мен балаларымды анандай адамдарға солардың балаларыма берген батасы, балаларым аналардың әңгімесін тыңдаған, ол керемет бізге. Біз содан кейін сол жанұялардың бәрімен араластық. Соңғы күнге дейін мен мысалы үшін Айталы Ақтөбеге көшіп кетті. Амангелді Айталы ағамыз. Бұндай терең адам философияның енді бұл білмеймін қалай деп айтуға тілім жетпейді. Ондай философ, ондай негізбенен сөйлейтін адам. Біз Жармахан Тұяқбай екеуміз төртте отырып, сонда сыбырлап бірімізге айтып едік. Қандай тереңдік, қандай бір заңның жобасын қараған уақыттағы о кісінің ананың ең тамырынан бастап шыққанда әңгімелерін енді бір о кісінің ұсынысы қаралмай қалған жоқ. Және әр уақытта сол Амангелді Айталы айтты, ол болды. Ол ұлттың, мемлекеттің намысына демеу болатын бап деп есептелінетін тұғын. Біз сол кісілердің бәріменен қатынасымыз, әлі күнге аман жүргендердің бәріменен араласамыз. Ол ағалық, інілік, олардың көбісінің жасы менен үлкен болды. Сондықтан мен олардың інісі бола білдім. Ал соңындағы қаншама о жердегі мына Рамазан Сарпиеков, Жазбек Әбдиев, Тагир Сисенбаев дегендер, мына кім Серік Абдрахманов, кім Ғани Қасым деген, олардың бәрі менің інілерім, олар менің бәрімен мен бір жағынан аға болам, бір жағынан дос болам. Олардың бәрі менің байлықтарым. Осы күнге дейін араласамыз бәрімен. Бізде бөлек телефонымызда чат бар. Депутаттың бірінші соғыс деген, екінші соғыс деген сондай чат бар. Сол олардың бәрімен бірге, әр уақытта бірге хабарласып отырмыз. Қатарыңыз серемесін аға. Халқымыздың басым көпшілігінің жер иесі бола алмауының себебінің бірі өткеннің салдарының әлі күнге дейін сезілетінінде деген едіңіз бір сөзіңізде. Нақты қандай қадам жасалу керек? Осы жер туралы заңды қабылдағанда ең бірінші бұны жер туралы саясат дұрыс болу керек. Жер туралы есіңізде болады ғой, бар ғой, әр қазақстандыққа 10 сотық жер берілсін деген. Сол жерді ала алмай жүрген адамдар қаншама.
Ол неге? Себебі халықтық бір өзі бұл үш тұғыр жер саясаты болу керек. Ол саясаттың ішінде әрбір Қазақстанның шаршы метр жеріне дейін кадастр болу керек. Мынаның құнарлығы, бұның қалай пайдалану керектігі сол жазылу керек. Біздің Құдайға шүкір 2,7 миллион квадрат километр жеріміз бар ғой, миллион квадрат километр. Сол жердің әр шаршы метрінде кадастр. Ол жерді не үшін пайдалануға болады, ол жерді қалай пайдаланамыз, оның қажеттігі туралы кадастрға болу керек. Жер кадастры толық өзгерген жоқ, толық істелінген жоқ, ол бір. Екінші, жерді жаңағы 10 сотықты берілу ме, ол орындалу керек, халыққа орындалу керек. Екі. Үшінші, жерді шектеу көлемі болу керек жердің. Бір кейбіреулер айтады ғой, латифундистер деп, бәлен 1000, бәлен 100 000 гектар жерлерді алып, оның бір бөлігін ғана пайдаланбай жеткен жерлер қаншама. Соны халық игілігіне жарата білу керек. Халықты қолдап, ал әсіресе мына елді мекендердің қасында өзі жеке кәсіп нелер болады ғой, өзінің малдары болады. Соны жайылымға бере алмай отырған жерлер бар ғой. Соның бәрін реттеу үшін жаңа кадастр керек, сосын жерді шектеу керек. Үшінші, ол жерді бөлген уақытта қоғамдық ұйымдарда адамдар қатысу керек. Мына әртүрлі партиялар бар, қоғамдық ұйымдар бар, солар жаңағы жер бөлу кезінде міндетті түрде әкімдіктердің комиссияларды кіру керек. Олар айтады, шындықты айтады, және олар мына теріс қарта шешім қабылдауға мүмкіншілік бермейді. Менің ойымша осы дүние. Ең бірінші жер саясатын белгілеу керек, жаңа кадастрлар беру керек. Екінші, ауыл шаруашылығы және жеке кәсіпкерлерді қолдау керек. Үшінші, қоғамдық ұйымдар осы жер бөлу, жер мәселесіне қоғамдық ұйымдар қатысу керек. Адамдар қатысу керек қоғамдық. Мен осы. Қазіргі жастарды көп мақтайсыз. Көп интервьюде көрдім. Әлемнің қай елінің жастарымен қатар қойсаң да ешқайсысынан кем түспейді деп мақтайды екенсіз. Ендеше жастарға беретін кеңесіңіз болсын. Ең бастысы бағытыңды белгіле. Кім болғың келеді? Менің білімім, тәрбием мына бағытта менің әрі қарата өмірді жалғастыруға мүмкіншілік береді деп, сөйтіп мен кім болам деген сұраққа жауап беру керек. Бағытыңды белгіле, одан кейін бар, оқы, аянба, үйрен, тіл үйрен, денсаулығын сақта, жан жақты бол. Құдайға шүкір, қазір бұқаралық ақпарат құралдары қандай сұрақ туады, басып қалда өзіңе керектісін алып ал. Сондықтан да бағыт, ең бірінші бағытыңды белгіле деп айтар едім. Не, кім болуды қалайсың? Ол үшін не істеу керек? Өзіңе сұрақ бер. Сол сұраққа жауап іздесең, сонда сен болашағыңды болжай білетін жақсы азамат болып шығасың деп жатыр. Өзіңіздің кітабыңызда ұлытауымды ұятқа қалдырмадым деген сөзіңіз, жалпы енді өмір бойы еткен еңбегіңіздің ұстаным іспетті болды ғой. Бұл ұстаным күнделікті қабылданып жатқан шешімдеріңізге қалай әсер етеді? Мен өмірімде ең бастысы ешкімнің ала жібін аттама, ешкімге жамандық ойлама, жасама. Қолынан келсе көмектес, адал жүр, таза жүр. Кіршіксіз тазалық сенің өміріңді айнадай қылады. Ешкімнің алдында ұялмайсың. Сондықтан да менің ең басты ұстаным ол мен адал жүру, әділ жүру, шындықты жүру, шындықты айта білу. Және тағы да айтам, ешкімнің ала жібін аттама. Кір шалдырма арыңа дейді. Ардың тазалығы ең басты менің ұстанымым. Қаншама жерде мөлдірмен жұмыс істедім. Ауыр жерлерде болды, қиын жағдайларда болды. Бірақ мен еш уақытта соңыма өмірінде жаман сөз естіген жоқпын. Мен сол үшін өзім кейде ырзашылық білдіремін.
Десе де бір өзіңіздің сол бір сұхбатыңызда кей кезде басы жақсы басталып кейін аяқталмай қалған жұмыстардың берілген уәделердің неліктей орындалмай қалғанын көпшілік біле бермейді деп едіңіз. Солардың себебін шын қалпында боямасыз түрде өмір иірімдері кітабыңызда баяндадыңыз. Бірақ кітап жарық көргеннен кейін де қаншама жайттың көңіл қалтарысында елеусіз қалғанына өкіндім деген едіңіз. Бүгінде сол олқылықтардың орнын толтыра алдыңыз ба? Жоқ, толтырдым деп айта алмаймын. Ойымда жүр. Кітабымды әрі қарата дамытты. Мен бастадым да, бірақ соған уақытым болмайды. Ол кітапта көп дүниелер айтылмай қалған екен. Енді менің өмірімде мен жазушы емеспін. Өзімнің өмір баяным. Мөлдір, сіз көрдіңіз ба осы таяуда бір Сан-Францискода үлкен стартап конференция болды. Сонда 300-ден астам қатысушы болған екен. Олардың бәрі жаңағы өздерінің ауылдардың технологиясын, техникасын, жеткен жетістіктерін соны айтқан, сондай. Бір қазақтың баласы, 32 жасар бала, толықтай өзінің қандай болғанын. Менің әкем білім алған жоқ. Атам білімсіз адам. Әкем жоғары білімі жоқ. Мен қазір миллионға, ана жерде $2 миллион деп белгілеген. Сол мен миллионға таласу үшін келіп отырмын. Мен цифрлық мемлекет, біз ауылдан цифрлық мемлекетке көшкен 30 жылдың ішіндегі мемлекетпіз. Деп келіп, сіздерде қандай да болсын бір дағдарыс болатын болса, сіздер күйзеліс деп хабарлайсыздар. Мен оны тәжірибе деп хабарлаймын. Сөйтіп ол 20 минут сөйлегенде 20 жыл бойы өткізген стартаптың ішінде бірінші рет мынандай керемет осы спичті көрдім деген ана инвестордың басшысы бүкіл 300 адам түрегеп тұрып қол шапалақтап дегенді оқыдым. Мен сізге салып жүрем. Көрген жоқсыз ба? Жоқ, көрмедім. Оқыңыз, оның ішінде көп дүние бар. Мен салып жүрем қазір сізге. Сол секілді менде ойымда көп дүниелер бар екен. Кітапқа түспеген. Менің өмірімдегі бір елеулі кезеңдерді айшықтайтын. Сондай дүниелерді кейде ойлаймын, осының бәрін қайтадан жазсам. Осы жылын соның бәрін қалай болған, мүмкін ащы болар, мүмкін менің көңіліме тиюі мүмкін, себебі кілең мен бір кішкентайдан өлімді көп көрген азаматтың бірімін. Сол есіме түсіп, мүмкін менің ұнжырғамды түсіріп жүрер деген сияқты сондай бір ойлар келетті. Бірақ сонда да менің немерелерім үшін, менің ұрпағым үшін осы керек болар деп ойлап, соны бір бастадым да, сол алдымен кішкене қоя тұрып, әлі де аяқтаған жоқпын. Бірақ ойымда бар. Көп дүние ана кітапта ескерілмей қалған. Адамдармен қатынас, өмірлік жолындағы жетістіктер, қиыншылықтар, одан кейін мемлекетке деген менің көзқарасым, мына мемлекетке, мына елге мен не бердім, қандай үлес қостым осының дамуына деген дүниелер, көптеген дүниелер, ол сол қалды кітапта, ол кітапта жеткен жоқ. Ол кітаптан табылмады. Соны ойлаймын, бір уақыт болса, соған көңіл бөліп, жазу ойымда бар, бірақ әзір орындаған жоқ. Қаламыңыз мұқалмасын аға. Уақыт бөліп, студиямызға келіп, тұшымды сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Рахмет, Мөлдір. Айналайын, бәсе бағана келгенде сразу қайдан көрдім, қай каналдан көрдім, білем. Күнде көріп жүрген қызымның біреуі, мақтанып жүрген қызымның біреуі, бірақ қай жақтан көрдім, сол ұятта болса сұрағаным сол еді жаңағы. Рахмет. Құрметті көрермен, Open Ұлытау жобасының келесі санында жүздескенше.